Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып 33-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақ тақырыбы өзіңді тексер деп аталады. Бүгінгі сабақта сен шамалар және олардың өлшем бірліктерімен танысатын боласың. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта сен шамаларды өлшеу құралдарын бір-бірінен ажыратуды, шамалардың мәндерін түрлендіруді, салыстыруды, шамалардың мәндеріне амалдар қолдануды, жай есептер шығаруды және теңдеулерді шешуді үйренесің. Осы тақырыптар бойынша қазір біз қорытындылау, өзіңді тексеру үшін тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендір. 92 сантиметрде 9 дециметр 2 сантиметр бар. 100 сантиметрде 1 метр және 10 дециметр бар. 4 дециметрде 6 сантиметр 46 сантиметр бар. 1 метрде 10 дециметр 100 сантиметр бар. 100 килограмм 1 центнерге тең, 1 центнер 100 килограммға тең, 50 сантиметрде 5 дециметрге тең және 8 дециметр ол 80 сантиметрді құрайды. Екінші тапсырма салыстыр. 42 сантиметр азайтылған 9 сантиметр бізде салыстыратын болсақ, кем 43 азайтылған 8 сантиметрден. 24 литр азайту 5 литр артық 21 литр азайтылған 4 литрден. 67 килограмм кем 1 центнерден. 1 центнер азайтылған 37, кем 73 килограммдан. Үшінші тапсырма амалды орында. 37 сантиметр қосылған 63 сантиметр тең болады. Ол 100 сантиметрге 100 сантиметріміз 10 дециметрді және 1 метрді құрайды. 1 метрден азайтамыз 4 дециметр 7 сантиметрді, ол 53 сантиметрге тең болады. 53 деп отырғанымыз 5 сантиметр 3 сантиметрді құрайды. 9 дециметр 2 сантиметр қосылған 8 сантиметр 100 сантиметрді құрайды. Ол 10 дециметр 1 метрге тең. 99 литрден 62 литрді азайтсақ 37 литр. 3 центнерден азайтамыз 8 центнер азайты 7 центнер болады 2 центнер. 74 килограмм қосылған 26 килограмм тең 100 килограммға 100 килограмм 1 центнерді құрайды. Төртінші тапсырма есепті шығар. Әпкемде 27 метр таспау болды, яғни болды 27 дейміз. Оның 19 метрін сіңіліме берді 19 метр. Әпкемде неше метр таспау қалды белгісіз. 27-ден 19 айтамыз 8 метр, жауабы 8 метр таспау қалды. Бесінші тапсырма есепті шығар. Бағбан базарға 20 килограмм құлпынай және 37 килограмм қарақат апарып сатты. Бағбан барлығы неше килограмм жеміс сатты. Құлпынай 20, қарақат 37 килограмм, барлығы белгісіз. Шешуі 20 килограммға 37 килограмм табамыз, 57 килограмм болады. Жауабы барлығы 57 килограмм сатты. Алтыншы тапсырма есепті шығар. Шелекте 19 литр су, ал шайнекте одан 17 литр кем су бар. Яғни шайнекте белгісіз, бірақ 17 литр кем. Шайнекте неше литр су бар? Жауабы 19 литрден 17 литрді азайтамыз 2 литр болады. Жауабы шайнекте 2 литр су бар деп жазамыз. Жетінші тапсырма. Алтыншы тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр және оны шығар. Яғни сегізінші тапсырма есепті шығар. Қазанда 3 литр, ал шелекте 7 литр сүт бар. Екі ыдыста барлығы неше литр сүт бар? Қазанда 3, шелекте 7, барлығы белгісіз. 3-ке 7-ні қосамыз 10, жауабы барлығы 10 литр су бар. 9-шы теңдеуді шеш. X азайтылған 27 тең 56, X тең 56 қосылған 27, X тең 83. 83 азайтылған 27 тең 56, 56 тең 56 деп жазамыз. Келесі теңдеу. 35 азайтылған B тең 7, B тең 35 азайту 7, B тең 28. 35 азайтылған 28 тең 7, 7 тең 7. 43 қосылған Y тең 69, Y тең 69 айтты 43, Y тең 26, 43 қосылған 26 тең 69, 69 тең 69 деп жазамыз. Осымен өзіңді тексерге байланысты берілген барлық тапсырмалар орындалды. Келесі кездескенше сау бол.